Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге табиғи ашытқымен жасалынатын нанның рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл нан өте жұмсақ, дәмді және ағзамызға пайдалы болып келеді. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға суымызды құямыз, сүт және ашытқымызды, закваскамызды саламыз. Мен 4 нанға жасаймын, оған 300 грамм закваска қосамын. Закваскамыз осылай судың бетінде қалқып тұрса, ол өте жақсы закваска деген сөз. Соны жақсылап араластырамыз. Одан кейін қант қосамын, тұз қосып, кішкене сұйық қосамын. Осылардың барлығын бір араластырып, ұнымызды қосып, менде ұн 1 килограмм 400 грамм ұн қостым. Жақсылап илейміз. Закваска мен илеу бірнеше этаптан тұрады жалпы. Ең бірінші біз ұнымызды қосып араластырғанда тек қана біріктіреміз. Біріктіремізде 30 минутқа жауып қоямыз. 30 минут өткеннен кейін осылай қолымызды сулап, осылай қайырамыз. Бұл міндетті. Өйткені закваска мен илеу жалпына қайыру, ұрғылау дегенді жақсы көреді. Солай қайырып, қайта-қайта 30 минут өткен сайын ұрғылап, солай жасайтын болсаңыз, қамырыңыз өте жақсы көтеріліп, әдемі шығады наныңыз. Енді жарты сағат өткеннен кейін, мынау мен екінші рет қайырып жатырмын. 4 жағын қайырамыз қамырдың. Осылай қайырамыз. Тағы 30 минутқа қоямыз. Мен бұл жерде 2 рет қайыру процесін жасадым. Сіздер 3 рет, 4 рет жасай беруге болады. Одан кейін міне мен 2 рет қайырғаннан кейін 2 сағатқа қойдым. Одан кейін міне қамырды ыдыстан түсіріп, көтерілді қамырым. Ыдыстан түсіріп 4-ке бөлемін. 4-ке бөліп алып, тағы да 15-20 минутқа қоямын. Бетін жауып 15-20 минутқа қойып, табама пергамент қағазын төсеп, қамырымды саламын. Қамыр жұмсақ, сондықтан қолымызды сулап, осылай жаямыз. Духовкамыз міндет түрде алдын ала қыздыру керек. Ол міндет түрде 200 градуста пісіріп алдым. Енді екінші нанымды саламын. Нандарым міне пісіп шықты. Менде жалпы 4 нан болған. Ең бірінші нанды жеп қойдық. Шаймен іштік. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай 3 нан. Егерде жаңа қолдарыңызды сулап жаятын болсаңыз, нан жылтырап шығатын болады. Барлық керек ингредиенттердің барлығын описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарап алсаңыздар болады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сау болыңыз.